атамның үйіне барып бізге міндет бар. Сол ғой, істейтін тілегіміз жоқ па, етті жинап бітпеді. Үйді өзің жинап жүрмін, несіне ғана алып отырсың? Өзінше болмаш. Сой бермеңдерші. Телефоным зарядкасы и так аз қалды. Мына автобус қашан келеді өзі? Оның бізге не қатысы бар? Или автобусты біз айдап жүргендіктен. Мама да такси шағып қойса қайтады. Қыздар, шашымды өрт беріңдерші. Ұлдана, пожалуйста, өрт бере саш. Саған өрт берседі ғой, маған емес. Саған қарап айтты ғой, өрт бере саш деп сұрамай тұр қой. Үйде үлкенісің ғой, өрт бере сай. Ал сен ортаншысысың. Өрсей, өрт берсең нең кетеді? Соншама. Өрт бере саш деп сұрандық қой. Ой, саған өрт бер деп айтты ғой, маған емес. Қойыңдаршы қыздар, қазір мамаға айтып берем. Өзім берем. Маған қарап айтты ғой. Маған айтты. Тоқтаңдар қыздар, мен екеуіңе де жетем. Бершәкен, мобильный қосбасаң, мә интернет басар. Мен олардың карталар дұрыс емес па, немне бәлі? Кеші бәр, ақылды екен, телефонды айналдырып ұстамайсың ба? Кетті, жүріңдер. Алла, Арсен, қайдасың? Остановкада? Жо, мен ойында қайдасың деймін. Ана қасайма бұса тығып отыр ғой. Ағалар, суқыларыңыз ұстаңызыш. Көріп тұрсың ғой, ойнап отыр, қостай өрсең, нең кетеді? Сіздер үлкенсіздер ғой, біз кішкентаймыз. Ұста деген ұстасайшы. Саған да сөйтіп түсіндіру керек па? Наңғара. Наңғара. Басын атым. Мә, бас көміп, басыңа дәл тигіз. Сол ғой. Шул, білгіш. Ама магазин тұр. Сәсің бар, сүштен әкеш. Менде сумка бар ғой. Солда қима наған бер сумканы. Осыларды айтам да. Хан, тыңдамайды. Айтпақшы, бізді кім шақырды? Білмеймін, Арсеннің әжесі ма, бір нәрсесі, короче. Арсен деген кім еді? Өткенде бір әпшені затты қосу, соның күйеуінің інісі ғой. Осы тойдың біткеніне 3 жыл болды ғой, неменеге біз шақырып жатыр? Мен қақтан білем, бұл бар деген екен, бара салайық та. Может, тамаққа шығар? Менің қарным ашып кетті. Оси ма? Я, оси ғой. Жақындадық па өзі? Сөйлей бермеңдес. Сіз болсаңыз. Жешерсіңдер ма? Ата апа шақырды ғой. Өздеріне әпсіңдер. Бізді де шақырды ғой. Немене бөлі, той болайын деп жатыр ма? Білмеймін ғой, әйтеуір шақырды ғой. Соға тез кірекші.
Мамам мен атам өзі қайда? Іздеп көрейік. Сендер не істеп жүрсіңдер? Соны өзіміз де түсініп тұрған жоқпыз. Бізді мама папамыз жіберді ғой. Алдымен сендер амандаспайсыңдар ма? Соны айтам. Қалайсыңдар? Рей, неғып топырлап кеттік, ей? Мен білетін сияқтымын. Нені білесің? Сен ақ білгіштен жүре береді екенсің. Құрметті біздің немерелеріміз, сендерді бір-біріңе деген бауырмашылықтарың азайып бара жатыр. Сол үшін сендерді барлығыңды осы үйге жинадық. Біз беретін тапсырмаларды бірігіп орындаңдар. Құрметпен ата әжелерің.